Böyle içinde bir ortamda. Buraya bu ortam akıda gelirse buradan gelmeyi var. O seviyorum. Kuşları kesemez. Geçen önce kuşaklar bir ayda var kelmadı. Zangga sayıs tiyişli vaxtında cevap vermiyor. Dört yıl merkezinde saylanmışsız, gayet alayverdiğiniz gördünüz. Alanın azamatı için sizge tutayım sol, tağımız tuturursun. Birinci değil. Halk için sizin sol yüzdeki sözünüz kadar oldu. Ben 2 dünyada cevap veriyorum, 88 mi halkta değil. Rahmet aynalayın. Енді дұрыс Назарбаевтың политикасы бәріміз де халық үшін еңбек жасап жатыр. Оның бер жақтағысы біздің Назарбаев өзімізсің. Ал ауылдың Назарбаевтың сайлауымыз керек. Тікелей айтқанда. Өткен жолдауында айтқан маған шаба бермей деді. Менің представителім солар. Әкімдер деді. Сол 24 сәуірден кейін 1 мамырдан бастап осы жолдауларда айтып жатыр. Әр облыстан пікірталастар болып жатыр. Телемос дейді, соның бәрін айтып жатыр. Әрине жоғары білімді шылы асып барасан шешеміз жоқ. Ал бірақ сәт хабарымыз бар. Газет оқимыз, телевизор көреміз. Күнде осы сөзді айтып жатыр, бірінші майданда. Онда айтып жатыр. Сайлау әкімнің құзырында. Әкімнің құзырын жан жүзі шешпейді, мәслихат шешеді, халық сайлаған. Ауылларда сендер халық өз кандидатын түркілеріне болады деген. Енді сіз еріктеліпсіз, дұрыс, сіз келе оны көзіңіз ашық қой, бұл кісілер біз білмейміз, дұрыс. Бір кісілер айтып жатыр, қазір мыңдап болған, мыңдап болған. Дұрыс, біздің облыстың азаматтары болады. Осы облыста қызмет жасап келе жатыр. Олардың да шығар. Олардың тағдырын жаңа бұл депутаттан сіз шешеді. Мына жерде осы сіздің жаңа сөзіңізді бәрін жақсы қабылдаймыз. Біздің жаңа 2 жігітті ұсынсаңыз болды. Қазір сізге рахметімді айтып, осы жерден шығып кетеміз бәрін. Басқа ешқандай сұрақ сіз айтасыз, жауап береміз. Бұның енді уақыты бар ғой. Дұрыс па, әр нәрсенің уақыты бар мысалы. 9-сына дейін, 6-сына дейін. Біз осы қабылдап алсаңыз, үлкен азаматтық жасайсыз. Біз қазір тұрамызда кетеміз бәрін. Мына жерде біреуімізді ақтап, біреуімізді қарауға деген оқымыз. Ел үшін намыс етіп жүрміз бәріміз. Рахмет. Мен сұрағына жауап берейін. Желтоқсан айында елбасы әр деңгей әкімдер жинады. Айтты, өзгерістер болады. Сонда бірақ сөз бар. Әкімдер деді. Елінің құлы деді. Сол жерге барып қызмет жасау керек деді. Менің көзіммен құлағымды сөйледі. Мен отырғандай сезімдер деді. Сол сөз маған жетеді. Енді осы жерге қызмет жасаймыз деп келіп, мен бір байдың баласы емес, әкеліп бір жақтан қойып болған жоқ. Бәр нәрсені өздеріңіз білесіздер. Қандай еңбекпен, немен жеткен. Сондықтан мен халықпен санаспаймын деп, мен ондай нәрсені айта алмаймын да, ойыма алмайын жоқ. Бірақ өзінің тәртібі бар. Өзінің талаптары бар. Әкім болу үшін.
сол талаптарға сәйкес келу керек. Сосын мен сіздерге айтып отырмын, мен ұсынысқа жауап беремін. Бұл жерде мен қазір талқылап ол кісілерді басқа нәрсені айтуға оның құзыретім жетпейді. Мен сіздерге айттым ғой, ұсыныс қабылданды. Жан-жақты қаралады ол нәрсе. Өздеріңіз де біліп отырсыздар, қалай істеп жатқанын ол нәрсені. Сондықтан ұсынысқа жауап береміз. Сосын бұнымен өмірі аяқталмайды. Бір әкімнің қолында ешнәрсе жоқ. Істелінетін бәрі командамен істелінеді. Халықтың қолдауымен істелінеді. Соны ескеру керек. Халықтың бірлігімен істелінеді. Қазір ұры-ұруға бөлінетін болса, 100-100-ге бөлінетін болса, дұрыс болмайды ол. Ол біздің халықтың өршуі деген нәрсесі. Сондықтан мен сіздерді бірлікке шақырамын. Қолынан келеді ме? Оның ұруына да, басқасына да біз қарамау керекпіз. Соны мынау біздің дана көкелеріміз соны ескерсе, соны алдыға қойса, екінші мәселе өзіміздің қазағымызда. Бала жаман болса, тәрбиесі жаман болса, кімнен сұрайды? Оны анадан сұрайды. Үйдің бірлігінде, үй тұсында, берекесінде сол анасы. Екіншіден ол асыраушы. Бұл үйдің тірегі. Бірақ жаңа нәрсеге, көп нәрсеге істеп қаласың. Ол түбіне қарау керек. Ертең күні ол әкім сайланғаннан кейін, қазіргі әкімнің отырған мүшелері әкім, басқа ауылдағы отырған әкімдер. Қолында ешқандай құзырет жоқ. Қолында бюджеті жоқ. Ертең күні сайланатын болса, сайлаудан кейін 65 құзырет беріледі. Оның бәрін алып жүру. Сайлану деген оңай, ол нәрсе. Үйлену оңай дейді ғой, отбасы болу қиын дейді. Сол сияқты ол үшін тәжірибе керек. Алып жүретін қабілеті болу керек. Соның бәрін біз ескеріп отыр. Осы кісілердің бәрін ұсынып отырмыз. Сіздердің де ұсыныстарыңызды біз далаға лақтырып тастамаймыз. Оны да қараймыз, заңға сәйкес. Заңмен жүретін болсақ, бір басшы болу керек.